Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, мен өндірістік оқыту шебері Құрманбекова Назерке Елеусізқызы. Сіздермен бүгінгі өтетін тақырыбымыздың атауы шахтаны, учаскені электрмен жабдықтау. Сабағымыздың мақсаты тау-кен жабдықтарын іске қосу, тексеру жүргізу, ақауларын табу және кабельдік желілердің ақауларын жою, қауіпсіздік ережелерін сақтау. Сонымен қатар бұл модуль кәсіби қызмет саласында электрондық құрылғылардың схемаларын қолдануға қажет болып келеді. Яғни бұларды іске қоспас бұрын ең алғаш рет тоққа қосып алуымыз қажет. Яғни модуль зерделеу нәтижесінде білім алушылар әртүрлі жартылай өткізгіштік аспаптардың құрылымын, жұмыс принципін, негізгі техникалық параметрлерін, таңбалануын, шартты белгілерін және қолдану саласын, сонымен қатар төмен жиілікті күшейткіш каскадтардың схемаларын, қуатты күшейткіштерді, көп каскадты күшейткіштерді, тұрақты күшейткіштерін, операциялық күшейткіштерді зерделейді. Яғни осы іске қосуды ең алғаш рет іске қоспас бұрын біз оны арнайы осылай ашатын құрылғысымен ашып алып, осы пускательдің, яғни іске қосқыштың осындай ішкі құрылысын сіздерге көрсететін боламыз. Бұл негізгі бөлімнен тұрады, яғни осы бөлім арқылы біз келесі схемаларын сіздерге ашып айтатын боламыз. Жалпы айтып өтетін болсақ, электроникада жалпы үш бөлікке бөлеміз. Ол энергетикалық электроника және электрондық технология, және де ақпараттық электроника, электрондық есептеу, ақпараттық өлшеу техникасының, сонымен қатар өндірісті автоматтандырудың негізі болып табылады. Энергетикалық электроника бұл орташа және үлкен қуаттылықтағы электр энергиясын түрлендіретін құрылғылар мен жүйелердің негізі. Бұған түзеткіштер, инверторлар, қуатты жиілік түрлендіргіштері және тағы басқалары жатады. Электрондық технология электр тоғының және әртүрлі ұзындықтағы электромагниттік толқындардың. Атап айтатын болсақ, жоғарғы жиілікті қыздыру және балқыту, ультрадыбыстық кесу және дәнекерлеу және тағы басқалары жатады. Электронды және иондық сәулелердің әсеріне негізделген технологиялық процестерде қолданылатын әдістер мен құрылғыларды қамтиды. Электрондық құрылғылардың негізгі қасиеттеріне жоғары сезімталдық, жылдам әрекет ететін жан-жақтылығы және де электрондық құрылғылардың сезімталдығы бұл электрондық құрылғы жұмыс істей бастайтын кіріс шамасының абсолютті мәні. Сонымен қатар бізге бұл модульді жалпы үйрететін кәсіби қызмет саласында электрондық құрылғылардың схемаларын қолдануға қажетті білім, білік және дағдыларды сипаттауға болады. Және де осы сабақты зерделеу нәтижесінде білім алушылар әртүрлі жартылай өткізгіш аспаптардың құрылымын, жұмыс принципін, негізгі техникалық параметрлерін, таңбалануын, шартты белгілерін және қолдану саласын, соның ішінде төмен жиілікті күшейткіш каскадтардың схемаларын, қуатты күшейткіштерді, көп каскадты күшейткіштерді, тұрақты тоқ күшейткіштерін және операциялық күшейткіштерді, генераторлар мен импульсті құрылғыларды, қоректендіру көздерін, түрлендіргіш құрылғылардың үлгілік схемаларын құру принципін осы біз көрсеткендей атап өтіп қарастырады. Бұл жерде көрсеткеніміздей негізгі цифрлы құрылғылардың жұмыс принципін, электрондық техниканың даму перспективаларын меңгереді студенттер. Осы біз көрсетіп айтып отқанымыздай модульдік зерделеу кезінде студенттер үлгілік электрондық аппаратураны қарапайым схемаларын түсінуді және оқуды, оларды қолдану ерекшеліктеріне қарай электрондық аспаптардың түрлерін таңдауды, электрондық құрылғыларды пайдалануды үйренеді. Үлгілік электронды жабдықтың қарапайым схемалары осында көрсетілгендей бірнеше бөлімдерге бөлінеді екен. Олар электронды құрылғылардың түрлері, оларды қолдану ерекшеліктеріне байланысты болып келеді. Үлгілік электронды жабдықтың қарапайым схемалары өнеркәсіптік электроника, яғни электронды құрылғылар мен құрылғыларды өнеркәсіпте қолдану туралы ғылым. Сонымен қатар энергетикалық электроника дегеніміз бұл орташа және үлкен қуаттылықтағы электр энергиясын түрлендіретін құрылғылар мен жүйелердің негізі болып табылады. Бұған түзеткіштер, инверторлар, қуатты жиілік түрлендіргіштері және тағы басқалары жатады. Электрондық құрылғыларда электр энергиясы қолданылады. Ол энергияның әртүрлі түрлеріне салыстырмалы түрде оңай алынады және энергияның басқа түрлеріне оңай айналады. Бұл өте маңызды болып келеді. Қазіргі уақытта жартылай өткізгіш құрылғылар өнеркәсіптік электроникада кеңінен қолданылады, өйткені олардың маңызды артықшылықтары бар. Оларға жоғары пәк, ұзақ мерзімділік, сенімділік, шағын массасы мен өлшемдері соңғы онжылдықтардағыдай жартылай өткізгіш электрониканың дамуының негізгі бағыттарының бірі интегралды микроэлектроника болады.
Соңғы жылдар жартылай өткізгіш интегралды схемалары кеңінен қолданылады. Яғни микросхема дегеніміз электрондық аппаратураның микроминиатюрлық функционалдық торабы. Онда элементтер мен жалғастырушы сымдар бетінде немесе жартылай өткізгіш көлемінде бірыңғай технологиялық циклде дайындалады және жалпы герметикалық қабықшасы болады. Үлкен интегралдық схемаларда элементтердің саны, резисторлар, диодтар, конденсатор, транзисторлар және тағы басқалары болады. Яғни осымен жұмыс жасамас бұрын қауіпсіздік техникасын меңгерген жөн. Яғни бұл жерде осы іске қосқыштың, яғни жаңағы пускательдердің бірнеше 100 мыңға дейін жетеді. Ал олардың минималды өлшемдері 2-3 микрокилометрді құрайды. Жалпы айтқан кезде бұл микропроцессорлар мен микрокомпьютерлердің құрылуына әкелген болатын. Және жартылай өткізгіш электронды құрылғылардың жүктелуі болып келеді. Бұл сіздерге көрсетіп тұрғандай, бұл желдету жүйесі. Желдету жүйесі бізде сабақта кеңінен қолданамыз, яғни бұл шахтада қолданылады. Бұл құрылғының негізгі функционалды мақсатына, сондай-ақ электронды тесік өткелдердің санына қарай бөлінеді. Естеріңізге сала кетейін, электронды тесік дегеніміз бұл жартылай өткізгіштің екі аймақ арасындағы аралық өтпелі қабат. Олардың біреуі электронды өткізгіштікке ие, ал екіншісі тесік типті. Жартылай өткізгіш құрылғылардың барлық жиынтығы 1-2 немесе одан да көп ауысулармен үзіліссіз болып келеді. Жалпы желдеткіш схемасын іске қоспас бұрын осы аппарат арқылы іске қосамыз. Яғни мына жерде қосу деген жазуы бар, соны басып тұрамыз. Сол кезде желдету жүйесі іске қосылады. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Жартылай, яғни бұл барлық жиынтығы 1-2 немесе одан да көп ауысулармен үзіліссіз айналып тұрады. Яғни жалпы айтып өтетін болсақ, жартылай өткізгіш аспаптардың жүктелуі үздіксіз құрылғыларда қолдану жартылай өткізгіш материалдары болып келеді. Яғни материал көлемінде болатын физикалық процестерді қолдануға негізделген. Жартылай өткізгіштің электр кедергісінің температураға тәуелділігін қолданатын құрылғылар термисторлар деп аталады. Құрылғылардың бұл тобына термисторлар, сондай-ақ позисторлар. Термистор дегеніміз температура жоғарылаған сайын олардың кедергісі бірнеше рет төмендейді, ал позисторларды температураның жоғарылауымен олардың кедергісі артады. Термисторлар мен позисторлар температураны өлшеу және реттеу үшін іске қосылады. Осы жалпы желдету жүйесінің жұмыс жасап болғаннан кейін оны міндетті түрде өшіру керек болады. Осы кнопка арқылы қауіпсіздікті сақтаған жөн. Енді іске қосқыштың өзінің ішіндегі жүйесін қайтадан орнына салып қоямыз, құрметті студенттер. Жалпы айта кететін болсақ, осы жердегі іске қосқыштың сызықтық емес кедергілер ретінде жартылай өткізгіш құрылғылар қолданылады. Онда қарсылықты қолданылатын кернеудің шамасына тәуелділігі. Мұндай құрылғылар варисторлар деп аталады. Олар электр тізбектерін шамадан тыс кернеуден қорғау үшін физикалық шамаларды тұрақтандыру және түрлендіру тізбектерінде қолданылады. Және тағы біреу ол фоторезисторлар деп аталады. Ол фотосезімтал қабатта жарық сәулелену кезінде электрондардың шамадан тыс концентрациясы пайда болатын құрылғы. Яғни олардың кедергісі төмендейді. Үлкен топ тізбекке қосу үшін бір рет өткелі және екі шығысы бар жартылай өткізгіш құрылғылар. Олардың жалпы атауы диодтар деп аталады. Түзеткіш, импульстік және амбибап диодтар бар. Бұл топқа зенер диодтары кіреді. Сонымен қатар бұл жерде технологиялық схемалардың түрлері, өндірістік кәсіпорындардың өндірілетін өнімдердің алуан түрлілігін, әртүрлі технологиялардың ерекшеліктерін ескере отырып, технологиялық схемалардың түрлері бар екеніне көз жеткізуге. Қуатты электр жабдықтарын іске қосу және қорғау аппаратурасын есептеу, сонымен қатар таңдауда электр қозғалтқыштарын басқару үшін қолдану түріне, қоршаған ортаға және қуат шамаларына байланысты әртүрлі модификациялар мен басқару жабдықтарының түрлері қолданылады. Жеңіл іске қосу және электр қозғалтқыштарының төмен қуаты үшін қолданылатын босатқыштар, жоғарғы қуат және арнайы ауыр жұмыс режимі үшін қолданылатын контакторлар қолданылады. Қосылған қозғалтқыштар үшін жұмсақ режимді қамтамасыз ету және іске қосу моментін азайту үшін біз тегіс іске қосу құрылғыларын орнатамыз. Электр қозғалтқыштарының параметрлерін реттеу үшін суретте көрсетілгендей жиілік түрлендіргіштерді қолданамыз.
Сонымен құрметті студенттер, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге тапсырма берілген термин сөздерге анықтама жазу. Сау болыңыздар.